Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, бүгін Құран әліппесі сабағының 3-сіне келдік. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп сабағымызды бастайық. Раббана, ей Раббымыз, яссир, жеңілдет, уәлә туассир, ауырлатпа, уәтәммим біл хайр, және де біздерге хайыр мен тамамдауды нәсіп ет. Әліппелерді біз 2 сабақ бойынша өткен болатынбыз. 28 дауыссыз әріптен, яғни дыбыстан тұратын, және де ол дыбыстарды білдіретін осындай әріптерден тұратын әліппесі. Енді бүгін дауыстыларға өтеміз, бисмилlah деп. Әріптердің үстіне мынандай кішкентай харакат қойылатын болса, дәйекше, мынандай кішкене көлбеу. Онда бүкіл жіңішке дауыссыздарға ә әріпін қосып оқимыз. Ал қалыңдарға қойылатын болса, онда а деп оқимыз, оны а деп қысқа оқитын боламыз. Қысқа ә. Әліп деген әріпте өзі басында дауыссыз жоқ қой. Хәмза қойдық. Хәмза қойсақ та, қоймасақ та, егер де әліптің үстінде мынандай таңба болатын болса, негізінде хәмза болады, үсте болғанда әдетте мен болады. Бірақ болмайтын кездерде де есімдерде кездеседі. Мысалы, әл артиклі сияқты артикльдердің басында, сөйлемнің басында ә деп оқиыз, алайда сөйлемнің ішінде оқылмай кететін әліптер бар. Негізі әліптің үстінде, егер де осы таяқшаны көретін болсаңыздар, ә қысқа, ә. Әлхамду дегенде осы әмен басталады. Әлхамду деп, ә. Астына дәйекше қойылатын болса, дәл сондай, онда и қосасыздар. И. Ә, и. Үстіне үтір қойылатын болса, у. Жіңішке, қысқа у. Ә, и, у. Ә, и, у. Мына біз бұрын ескі мұғалім сәлімдерді, мына тек 3 ғана болатын, біз осымен ғана шектелеміз, өйткені сөздің ішінде келмейінше біле бермейміз. Алайда қатар келетін тұстары болады, бірақ өзгеріске ұшырап кетеді, сондықтан қазір бұл қағидаға кірмейміз. Ә, и, у. Ә, и, у. Қысқа негізі. Ә, и, у. Екінші әріп ретінде мұғалім сәні алфавит, яғни әліппе тәртібімен бермейді. Бізде бә, тә, сә деп жалғасу керек қой. Енді өзінің бір несі бар ғой, әдістемесі бар. Сондықтан біз осы кітапты таңдадық. Негізі тезірек, жеңіл түрде сөзге себепші болады, иншалла. Әліп әрпіне қатысты тағы бір айтыла кететін жағдай. Елдер сыртта музыкасын сұмдық қылып ашып жүреді. Жаз уақыты болғанға терезелер ашық, ренжімеңіздер. Әліп деген әріп өзінен кейін қосылмайтын әріптерден. Яғни өзінен кейін басқа бір әріппен қосылмайды. Сондықтан 2 түрлі жазуы бар. Я жеке жазылады, я алдындағы әріп өзінен кейін қосылатын бір әріп болатын болса, онда мынандай түрде жазылады. Бірақ өзінен кейінгі әріпке қосылмайды таяқша. Әлif, мына көп дұрыстар әлif. Әріптерді өте бастағаннан бастап сіздерге насихатым, мысалы, Бақара сүресін, яда Фатиха сүресін дейік мысалда. Фатиха сүресін ашып алыңыздарда. Әріптерді мысалы, осы жерден табуға тырысыңыздар. Мінекей әлif көріп тұрсыздар. Мінекей әлif. Мінекей әлif. Өзінен кейін қосылмайды көріп тұрсаңыздар. Міне әлif. Мына таяқшалар әлif емес, өзінен кейін қосылып тұр. Міне әлif өзінен кейін қосылмады. Міне тағы әлif қараңыздар. Әл-Аламин, Раббил-Аламин деген кезде мына жерде әліп жазылып тұр, жазуда бар, алайда оқылмады. Үстінде харакат жоқ көріп тұрсаңыздар. Мінекей әлif алдына қосылды, бірақ өзінен кейін қосылмады. Ілгерде осылай сіздерге де жаттығуда көрсетіп отырамыз, чтобы оқуларыңыз кішкене жеңіл, әліптерді тезірек үйрену үшін. Әліпті мысалы осылай ажыраттық дейік. Енді ра әріпіне келеміз. Ра да өзінен бұрынғыға қосылып, өзінен кейінгіге қосылмайтын әріптерден. Ондай әріптер саны әліппеде 6 әріп. 6 әріп қана өзінен бұрынғыға қосылады, алайда өзінен кейін қосылмайды. Ра мысалы сөздің басында осылай жазылады, өйткені өзінен кейінгі әріпке қосылмайды. Ортада алдына қолын береді бұлай. Бірақ алдындағы әріп те өзіне қосылатын әріп болу керек. Қосылмайтын болса, онда тағы да мынандай күйде жазылады ғой.
Соңында болса да, егер алдындағы әріп ортаңғы әріп өзінен кейін қосылатын әріп болса, онда алдына қолын береді, бірақ өзінен кейін бермейді. Мысалы, мына жерге былай жалғастырып кете алмайсыз дегеніміз ғой. Енді ра әрпіне келеміз. Қалың оқылады деп жоғарыда айтып өткенбіз алдыңғы сабақтарда. Алайда фәтха, яғни қосылған түрі қалың айтылады, және де дамма қойылған у түрі қалың айтылады да, кесра қойылған и түрі жіңішке айтылады. Сондықтан бірге айтуға тырысыңыздар. Ро, ри жіңішке, ри, ру қалың, ру қалың, ри жіңішке. Қайталайық. Ро, ри, ру, ро, ри, ру. Яғни негізі қосылу керек, алайда бұған қостық. Амызды өткен сабақтарда айтып өткен болатынбыз. О емес, да емес, екеуінің ортасында о айтатын сияқты ерінді дөңгелетесіздер, алайда ішінен аны айтқанда кішкене іште жақ түседі. Ро, ри, ру, ро, ри, ру. Енді тағы бір харакат бар, ол сукун деп аталады. Мына жерде кейбір кітаптарда мынандай көріп тұрсыздар. Кейбір Құранда бұлай дөңгелек, кішкентай дөңгелек. Бұл нені білдіреді? Бұл осы дауыссыз дыбысты күйінде қалады дегенді білдіреді. Оған дауысты дыбыс қосылмайды. Қараңыздар. Мынау р, мынау мынау р. Сонда рар. Екеуі де қалың, өйткені қалың айтылады ғой. Рар. Р-ның алды у болса да қалың айтылады. Рар. Жіңішке, рир. Ри өзі жіңішке, алайда мына р-ның алды кесра болғандықтан ол да жіңішке оқылды. Рир, рар, рир, рор. Айтылаңыздар. Рар, рир, рор. Рар, рор қалың айтылды, рир жіңішке. Бұрынғы ескі мұғалім сәлімдерде бұлар жоғы тек мына жері ғана берілген еді бізде. Балалық шағым есіме түсіп кетті дейін. Әліптің үстінде фәтха, р-дың үстінде сукун, р деп қалып қалады. Әр. Енді р-ның өзінде дауысты жоқ қой, жабық болған ғой. Алайда алды болғанда жіңішке келеді. Р-ды қалың айтасыздар. Әр. Ир жіңішке. Ир, ур. Қараңыздар, у деп жіңішке, ур емес, ур. Яғни у-р. Ур. Әр, ир, ур. Әр, ир, ур. Бастан қайталайық. Ро, ри, ру. Рор, рир, ру. Әр, ир, ур. Ра өзінен кейін қосылмай тұр, көріп тұрсыздар. Қосылмай тұр. Яғни мынандай түрі жазылып тұрған жоқ, баста келді, мінекей ра. Соңында тұр, алдына мынандай қолды бермеді. Қараңыздар, мына жерде қолды беру керек еді ғой. Алайда алдындағы р өзіне қосылмайтын болғандықтан берген жоқ қолын. Дәл сол сияқты әлиф өзінен кейін қосылмайды. Ра соңында былай берілгенмен алды қосылмайтын болғандықтан мындай ұшын бүйтіп қолын бермейді мына жерде. Енді оқи келе бұны үйренесіздер, Құдай қаласа. Келесі әрпіміз раның жұбы болатын, үстінде нүктесі бар, зәй әрпі болатын. Бірінші з әрпін қалдырамыз да, үстіне фәтха қоямыз. Бұл жіңішке айтылады. Зә, зи, зу. Зә, зи, зу. Зә, зи, зу. Әз үстінде сукун болғандықтан дауыссыз жабық буын түрінде айтамыз. Әз, из, уз. Қайталаңыздар. Әз, из, уз. Зәр, зә жіңішке, р қалың. Зәр, зир, екеуі де жіңішке. Зир, зур. Зу жіңішке айтылады. Р дегенде кішкене қалың қылып айтады. Р емес, р. Зәр, зир, зур. Қайталайық. Әз, из, уз. Зәр, зир, зур. Зәр, зир, зур. Қысқа неге зәр деп ұзатудың керегі жоқ. Зәр, зир, зур. Керісінше, роз, риз,
роз. Сіздерге кішкене әріп жақсы естілсін деп айтпадым, негізінде қысқа буынды. Роз, рез, роз. Роз, рез, роз. Әз, мына әз, из өзіміз бар мұнда, оған руды қосқан, қараңыздар. Әзру, әзру, изру, изру, ұзру, ұзру, урзу, урзу. Кішкене күнімізде мына жерге дейін тез келетін екті, урзуды баста кішкене жаттап оқимыз ғой. Жаттап алатынбыз бірнеше рет қайталағаннан кейін, танып оқымайтын едік те, кейін келе танып кеттік қой. Енді соңына дейін қайта бұл әріптер алдыңызға шыққаннан кейін өзі Алланың несі ғой, енді берген жеңілдігі, үйреніп кетесіздер иншалла. Бүгін осы екі әріппен шектелейік, қайталайық. Ра, ри, ру. Рар, рар, рир, рур. Рар, рур қалың, рир жіңішке. Әр, әр, ир, ур. Қысқа ғой негізі. Рар, рир, рур. Әр, ир, ур. Зә, зи, зу. Әз, из, уз. Зәр, зир, зур. Роз, риз, руз. Әзру, изру, ұзру, урзу. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ра, зә әріптері әліп, үшеуі де өзінен кейін қосылмайтын әріптер болғандықтан, бұл әріптермен бастау себебі бір жағынан біздерге жеңілдік. Өйткені әліппеде берілген күйінде жазылуда. Келесі сабақта кездескенше аман болыңыздар. Раббым пайдалы білім болуын нәсіп етсін. Аллаға аманат болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.